Қайырлы күн. Бүгін сіздермен ет, картоп қосып, осындай керемет мясной пирог дайындайтын боламыз. 300 грамм ұнды електен өткізіп, 150 грамм салқын сары майымызды үкіштен өткізіп, ұн мен майымызды жақсылап араластырып, бір ас қасық разрыхитель қосып, бөлек ыдыста бір жұмыртқаны жарып, шым-шым тұз салып, және мұздай 100 мг сүт қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды 20 минутқа мұздатқышқа саламыз. Салмасына бір үлкендеу пияз, 2 картоп және фаршты салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, салмасын дайындап қоямыз. Қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлеміз және оны жұқалап жаямыз. Ал енді пирогымызды жинаймыз. Табаныңызға қойып жинасаңыз да болады, болмаса фольганы төсеп, үстіне осылай бірінші қамырымызды қойып, салмамыздың жартысын бір келкі қылып салып, бетіне майдың бөліктерін қойып шығамыз да, екінші қамырды қоямыз. Дәл солай қалған салмамызды салып, жаямыз да, оның да үстіне май қойып шығамыз. Осылайша үшінші қамырымызды кесіп, сетка ретінде әсемдеп, шетін бүгіп, жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп, қызып тұрған духовкамызға 30-35 минуттай пісіреміз. Міне пирогымыз осындай жұмсақ, өте дәмді болып піседі. Сіз де дайындап көріңіз. Ас болсын.